Тағы да сәлем, Шұқылай арнасын көріп отырсыздар. Мынау жаңа біз видео салған болатынбыз бүгіндікке. Бүгін 28-09-2021. Play Market'тегі Play Market істемей жатыр. Google аккаунт ашасыз, Google аккаунт ашсаңыз да Play Market істемейді. Және ішіне сброс етсе де істемей жатыр дейді. Жаңа айтқанымызда, жаңа видеода айтқанымызда, ешқандай сброс ештеңе істеудің қажеті жоқ, тек қана күтесіздер. Play Market істемей жатса, тек қана күтесіздер. Өзінің Google-дың нелері, бұлатқан сотрудниктері, өзінің Google-да істейтін программисттер оны өздері дұрыстайды. Бізде енді одан басқа амал жоқ. Мінекей мына жерде біз қолымызда Sony системаға кіріп, дополнительный сброс настроек дегенді мынаны жасасаңыз да, жасауға болмайды мұны. Оны жасамаңыздар. Сброс настройка қылсаңыз да, оның ішінде заттарыңыздың барлығын информацияларынан өшіріп жібересіздер. Сондықтан оны жасаудың қажет жоқ. Сброс етудің қажет жоқ, ештеңе істемейсіздер, тек қана күтесіздер. Play Market сонда да не істесеңіздер де Play Market қазір істемейді. Өйткені бұл глобальный мәселе болып тұр қазіргі кезде. Ол бүкіл жер бетінде Google-дың осындай Play Market істемей жатыр. Кез келген Android телефондарында. Біздің қолымызда мінекей Sony телефоны, Sony Xperia. Жаңа біз видеода көрсеткенімізде алдыңғы Redmi 9-да да, Samsung-терде де ол істемей жатыр. Кей модельдерінде істейді, кей модельдерінде істемейді сондай. Android версияларына байланысты болса керек. Енді анық білмедік. Сонымен жаңа айтқанымызда тек қана күтесіздер, сброс настройка істемейсіздер. Тек қана қойып қоясыздар, күтесіздер, телефонды және өшіріп қоссаңыздар болады. Тексеріп көресіздер солай. Сонымен видео ұнаған болса, пайдасы тиген болса, кішкене мәлімет алған болсаңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.